Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен Синабоне тоқашын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге жылы су, жылы сүт қажет және шым тұз. Одан соң шекер 2,5 қасық. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ашытқы саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Одан соң жәмендеп ұнымызды салып, қамыр елейтін боламыз. Осылай қамырымызды ашқанша жылы жерге қойып қоямыз. Одан соң қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып, жақсылап үстіне сармайымызды жағамыз. Одан соң шекер мен корицаны араластырып, үстіне сеуіп шығатын боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей әдіспен бәрін орап болғаннан кейін қалаған жіптеріңізді алып, осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Духовкада 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Пісіп алғанша крем дайындаймын. Оған творожный сыр, сметана, сахарная пудра қосып барлығын араластырамыз. Осылайша бізде крем дайын болады. Дайын болған кремімізді піскен тоқаштарға жағып шығамыз. Осылай тәп-тәтті тоқаштар дайын болды. Барлығыңызға ас болсын.